Сәлем достар, бүгін біз «Слабый герой» дорамасының жалғасына, 3-4 серияларына қысқаша шолу жасаймыз. Алдыңғы серияда кім бұлай істеген деп айтқан адам Сокденің жұмыс бойынша бастығы екен. Ол жұмыс барысында неге басқа біреулермен төбелесесіңдер, одан қалды өздерін таяқ жеп қалыпсыңдар деп Сокденің қолынан балға мен қайта ұрғылайды. Не деген жауыз десейші. Шиин дүкенге кіргенде Сокденің қасында жүретін қыз екеуі бір-бірін көріп қалады. Далада жаңбыр жауып тұрғаннан кейін ол қыз Шииннің қол шатырының астына кіріп алып, мені үйіме дейін шығарып салшы деп айтады да жолда Шиинді бір дәмханаға алып келеді. Шиин болса дым түсінбей қарап отырады. Кейін қызға біреу хабарласып, ол өз жұмысымен кетеді. Йон Бин Шиин мен Бомсокқа менің қорғаушыма әлгі есірткінің менікі емес екенін айтыңдаршы деп өтінеді. Олар келіскен кезде Йон Бин оларды қорғаушысына апаратын болып алдап Сокденің бастығына алып келеді. Ол оларға Сокдені ұрғандарын үшін аурухананың төлемін өзім төледім. Енді сендер маған оны қайтарыңдар деп олардан ақша сұрайды. Солай оларға ақшаны қайтаруға 3 күн уақыт береді. Содан кейін оның адамдары Шииндардың әр қадамын аңдып жүреді. Шиин әлгі Йони деген қызбен кездесіп, одан бастықтары жайлы сұрайды. Ол адамның аты Гилсу екен. Ол жастарға әртүрлі жұмыс жасатып, оларға тұратын орын береді екен. Және шынымен де ақша үшін адамдарды өлтіретін қауіпті адам екен. Бомсок түнде анасының бөлмесіне кіріп 1 сағат ұрлап алады да оны ақшаға сатып жібереді. Келесі күні Сухо мен Шиинға ақшаны көрсетіп, осымен бәрі бітсін, мен оларға ақшаны беремін дейді. Шиин болса оған керек емес деп бір суреттерді көрсетеді. Оған Йони Гилсудың серіктестерінің бір ойыны бар екенін, ол ойында жас балалар басында ақша ұтып, кейін барлық ақшаларынан айырылып қалатынын айтыпты. Кейін олар ары қарайда ойын ойнау үшін Гилсудан қарызға ақша алып отырады екен. Біреу тіпті анасының көлігін солай залогқа қойыпты. Сосын ол оқушыларға есірткі сатқызып өзінің лас жұмыстарына араластырып отырған. Шиин егер сол жерге полицияны алып барсақ, олар ұсталады деп айтады. Солай үшеуі мектептен шығып келе жатқанда алдарында Гилсу күтіп тұрады. Оларды көріп Сухо, мен олармен барамын да есірткі сатқан қағаздарды суретке түсіріп сендерге мекен жайды жіберемін. Сендер болса полицияны шақыра қойыңдар дейді. Сөйтіп ол Гилсуға ойын жайлы айтып өз ұсыныстарын білдіреді. Гилсу оның ұсыныстарына қызыққандай болып оны көлікке отырғызып алып кетеді. Йони Шиинға сол мекен жайды береді. Сол кезде Бомсок Сухо үшін алаңдап, одан да ақшаны бере салайық деп олардың артынан кетеді. Гилсу Сухоны Йони берген мекен жайға алып келеді. Сухо оларға телефонын бермегені үшін біреу оның басынан бір ұрып талдырады. Солай Гилсу оның телефонын алып, Шииннің полициямен бірге келе жатырмыз деген хабарламасын оқып қояды. Солай олар Сухоны алып үйден шығып кетейін деп жатқан кезде Бомсок келіп қалады. Шиин болса полициямен бірге сол үйге келеді. Бірақ есік жабық болғандықтан полиция қызметкерлері біз үйге кіре алмаймыз, бізде ордер жоқ деп айтып кетіп қалады. Шиин өзі жалғыз қоршаудан секіріп үйге кіреді де Ан Сухоға қоңырау шалады. Ан Сухоның телефоны өшірулі екен. Кейін олардың барлық құжаттарды есірткіні алып кеткенін көреді. Солай 3-ші серия аяқталады. 4-ші серия. Гилсу полиция келе жатқанда Бомсок пен Сухоны алып қашып кеткен екен. Ол Сокдеға хабарласып, Йониді тезірек алып кел дейді. Сокде болса Йониді қалдырып өзі жалғыз кетеді. Сол кезде Йониға Шиин хабарласып қалады. Йони Сокденің артынан бара жатып, Шиинға мені телефон арқылы аңдып, қайда екенімді біліп отыр дейді де, Сокдедан мекен жайды біліп алып Шиинға жібереді. Гилсу Сухо мен Бомсокты бір жерге алып келіп байлап қойыпты. Сол кезде Сухо есін жияды. Кейін Сокде мен Йони келгенде Гилсу Сокдені аямай ұра жөнеледі. Содан кейін ол Сухоға пышақ апара жатқанда Сокде оны алып лақтырып жібереді. Солай екеу бір-бірімен төбелесіп кетеді. Гилсу пышақ алып Сокденің аяғынан тіліп жібергенде Йони оның басынан бір береді. Гилсу оның тамағынан қысып алып өлтірейін деп жатқанда полиция көлігінің дауысын естіп қалады. Сол кезде Шиин келіп оларға барлығы бітті, полиция келе жатыр дейді. Олар оны естіп қаша жөнеледі. Шиин барлығын босатып кетейін деп жатқан кезде Гилсу қайтып келеді. Шиин сиренаның дауысын телефоннан қойып қойғанын біліп қойыпты. Солай олар бір-біріне шабуылдап кетеді. Бір кезде шынымен де полиция қызметкерлері келіп
келіп қалады. Гүлсу полицияны алдап қашып кетеді. Шиин оның соңынан қууға жөнеледі. Ол оған қуып жетеді де бір таяқты алып оған қарсы шығады. Сол кезде Сухо да оларды қуып жетіп Гүлсумен алыса кетеді. Солай Шиин мен Сухо жабылып, оны жеңіп тастайды. Сокде Йони мен бір жас баланы жіберіп өзі қалып қояды. Сөйтіп полиция келіп барлығын ұстап алады. Йон Шиин мен Сухо тұрғанда оларға Бомсок келіп Шииннің телефонын береді. Бірақ қарасан түрі бір күдік тудырады. Полиция Бомсок пен Шиинді куәгерлер ретінде бөлімшеге алып келеді. Шиин оларға барлығына Гүлсудың кінәлі екенін, қалғандары болса жай ғана оның құрбандары екенін айтады. Солай олар Шиинді жіберіп Бомсокты алып қалады. Болған жағдайдың барлығын Бомсоктың әкесіне айтып беріпті. Шиин бөлімшеден шығып Йониді көріп қалады. Әлгі полиция қызметкері Бомсокқа сенің әкен Гүлсуды сені ұрғандай сен де оны ұрсын деп айтты дейді. Бомсоктың әкесі болса жай адам емес, депутат екен. Гүлсу Бомсокқа сен достарына қарағанда әлсізсің, ұрсан ұр мені деп айтады. Бомсок болса оны ұрмай ашуланып шығып кетеді. Шиин мен Йони Сухоға ауруханаға келіп, Йони одан кешірім сұрайды да, оның қасында бір орынға қалсам болады ма деп сонда қалады. Шиин болса түн ішінде екеуіне тамақ алып келеді. Сухо Шииннің мінезі өзгеріп, жақсы жағынан өзгергендігін байқағандығын айтып, Шииннің жүзіне күлкі ұялатады. Бомсоктың әкесі болса қатыгез адам екен. Ол Бомсокқа мен сені бекер алыппын, сенен түк пайда жоқ деп айтып, оны ұра бастайды. Бомсоктың өзін бір түрлі ұстағаны енді белгілі болды. Әкесінен қорыққан екен ғой. Осылай 4-ші серияда аяқталады. Келесі серияларын күтіңіздер. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет, және каналымызға тіркеліп кетіңіздер.